Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 113 сабақ дара және күрделі етістік. 38 жаттығу мәтінді түсініп оқу. Бір қаз өзенде жүзіп жүріп, өзіне өзі: мен қандай ғажап құспын, жерде жүремін, суда жүземін, ауаға ұшамын, менде құс бар ма екен, дейді. Мұны әтеш естіп оған: бекер мақтамасын, сен аттай шаба алмайсың, әр істі шала білгенше, бір істі тәуір білген жақсы емес пе, деді. Мәтіннің авторы Спандияр Көбеев. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой: әр істі білгенше, бір істі толық білген жақсы. Мәтінге ат қой. Мәтінге ат: мақтаншақ қаз. Етістіктер тап. Етістіктер: жүзіп жүр, жүремін, жүземін, ұшамын және шаба алмайсың деген сөздер. 39 жаттығу сурет бойынша әңгіме құрастырып жазыңдар. Көжектер. Көжектер алғаш рет анасымен бірге іннен шығып орманды тамашалай бастады. Айналадағы жасыл орманды көріп, жан-жағына тамсана қарап тұр. Ормандағы аңдардың дыбысын ести сала, қайта өзендеріне қайта оралды. Қырқыншы жаттығу қатесін тап және түзеп жаз. Тоты әдемі құс. Ол Африка, Австралия ормандарында тіршілік етеді. Ол кім? Бұл не кітабынан? Шығармашылық үзіліс. 41 жаттығу. Пирамидадан 7 әріптен тұратын етістікті тап. Тапқан етістікті түргіздерге орналастыр. Етістіктер сайрады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Осы каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.